жалғастыра кетейінші енді. Сол күні той болды ғой енді. Подробно айтып берейін сіздерге. Сол күні той болды. Мен тойларын басқарам. Сөйтіп антрактке дейін енді керемет той болады, Аллаға шүкір. Мен өзімді көріп тұрмын ғой. Сонымен жаңағы тойлар әдемі болады да, жаңағы кісі мен сыртта демалып отырамын диванда. Сол диванда отырған кезімде қасымда келіп отырады да. Мә той күшті өтіп жатыр, Бексұлтан мырза, рахмет сізге, Алла разы болсын, сізді қосылаяқтан көреміз деп жаңа жыл сөздерін айтып, менімен келіп суретке түсіп, кішкентайлармен суретке түсіп кетеді. Сосын риза болып кетеді. Той әдемі болды дейді. Енді оның риза болып жатқан өздері жаңа видеодан көрдіңіздер ғой, қалай қарқылдап күліп жатыр, көңілді жүр мысалға да. Содан ақ білуге болады тойдың қалай өткенін. Сөйтіп біраз күн өткеннен кейін үйсіп жазып жіберген ғой Инстаграмға. Соны жаңа айтып отырмын да, енді неге сол кезде айтпадыңыз бетіме десем, сендер Қосылаяқтан шыққансыңдар, Қосылаяқтағылар үйсіп айтысып отырады, бір бәле деп. В общем, Қосылаяққа болып кетті ана кісі. Білмеймін енді, күйеу ренжітіп қойды ма, или басқа бір ситуация болды ма, соны менен алып жатыр ма, мен түсінбедім. Бірақ вроде өткенде басқа әңгіме айтқан. Сонымен енді адамбыз ғой, бәріміз, менің жаман көңіліме тиді бар ғой. Бетіме келіп айта алмайды сол нәрсені. Бірақ артымнан сөйлейді де, соған риза боламын деймін адамдарға. Егер бірдеңе сіздерге тойыңызда ұнамай жатыр ма, бетіме келіп айтыңыз сол жерде. Бексұлтан мырза, осылай болды деңіз. Сонда мен түсінемін да, оны арғай сөйлесуге болады сол жерде. Бірақ арбасудан өтіп кеткеннен кейін бәленбай уақыттан ондай әңгіме айтудың, үйтіп бықсудың қажеті жоқ негізі. Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Исаевтан сөйлеп тұрмыз. Құрметті достар, сіздерден бір кеңес керек болып тұр. Өткенде сіздерден сұрап едім, жақсы жауап бердіңіздер. Сол сияқты тағы бір кеңес керек болып тұр бізге. Мына жерде ворота қойылады. Осы жерге распашной ворота дұрыс па? Бүйтіп екіге ашылатын, жоқ әлде выдвижной ворота дұрыс. Миымыз жетпей, кішкене қиналып жатырмыз. Соған бір ақылдарыңызды айтып жіберсеңіздер. Бізде мына жерде калитка болады. Енді мына жерде продуктовый магазин болады деп жатырмыз ғой, скоро мына жақтан есік ашамыз, мына забор алынады. Сол кезде мына жерде ворота, қандай ворота қоямыз деп басымыз қатып жатыр. Соған бір өздеріңіздің үлестеріңізді қосып жіберсеңіздер өте жақсы болатын еді. Өткенде де сұраған кезде біразыңыз айтып бердіңіздер ғой, Аллаға шүкір. Сол кеңестеріңіздің арқасында біраз дүниені жақсы жағынан жасап жатырмыз, Аллаға шүкір. Исаевта міне үйлер көбейді, қараңыздар. Бәріне елдер үй соғып жатыр міне. Қатырлатып соғып жатыр елдер. Сол достар, сол воротаны ойластырып жатырмыз уже. Өйткені уже күн суытып жатыр достар. Скоро күн суытады ғой, енді август бітіп жатыр, күз кеп жатыр. Соған тыпырлап жатырмыз, тоқтамай жұмыс істейік деп. Осы жерге сол распашной қоям ба, или выдвижной қоям ба деп екі оймен воротаны ойластырып жатқан жайым бар. Біраз күн болды соны ойластырып жүрміз. Бірақ енді Балқаш бауырымның айтуы бойынша жылжитын ворота қойған дұрыс деп тұр. Солай. Енді соны қоятын шығарамыз, скорее всего. Но енді сіздердің де ойларыңызды білейік. Не ойлап жатсыздар, қалай дейсіздер? Ағайын. Сосын мен енді спортты жақсы көремін ғой, білесіздер. Бұйыртса осы жаққа ана жерде газон болады бізде. Сол газонның жанына бұйыртса жаңағы турник, брусья қойғым келіп тұр да. Мен енді кезінде боксқа қатыстым, өздеріңіз білесіздер. Сол бокс демекші, менің Нұрым дейтін тренерім бар, өздеріңіз жақсы білесіздер. Медина боксинг дейтін зал, менің інім, өзімнің туған інім, сол залға кішкентай кезінен қатысып, кандидат мастер спорта деген карточка алған болатын. Сондай дәрежеге жеткен болатын. Сол інім қазір өкінішке орай армияда ғой енді. Армияға кетіп қалды да, сонымен жалғастыра алмай қалды бокста. Сонымен енді армиядан келсе, бұйыртса сол боксын жалғастырамыз. Осы Нұрым деген бауырымның, менің тренерімнің Асыл Арманнан, ЖК Асыл Арманды білесіздер ғой, сол ЖК Асыл Арманнан зал ашылды, бокс залы. Өздеріңіздің кішкентай балапандарыңыз болса, болмаса ересек жігіттер, мен сияқты, менің осы Медина боксинг. Бұл Камри, мені біраз жерге апарған Камри ғой. Қараңыздар. Бұл Камри. Айғыр ғой, бұл айғыр. Осы көлігімді сатайын деп жатырмын ағайын. Сату керек болып жатыр. Алла қаласа бір адамға қызмет жасасын деп тұрмын. Өйткені бұл машинаның тұрып қалғанына 4 ай ма 5 ай ма болды. Өзім жұмысқа былай ары бері жүріп мінгем. Енді мынандай по кузову мынандай бір вложениелері бар. Осындай міне. Енді 30 жыл болған машина ғой уже. Бірақ андай жүргенге ешқандай кедергі жасамайды. Осы көлік міне. Кузовының жағдайы. А так состояние четкий.
дөңгелек, новый дөңгелектер летний. Осыны сату керек болып жатыр ағайын. Срочно сатып, ақшасын үйге салу керек болып тұр. Солай. Енді бұл осы үйге салу керек вложениесін. Вложение болғанда осы машинадан түскен ақшаны осы үйге салу керек болып тұр. Енді ақша бар ғой өзімде, әрине, Аллаға шүкір, Құдайдың беріп жатқан несібесіне мыңда бір шүкір, бірақ үйді әдемірек қылу үшін одан тағы да көбірек ақша керек болып жатыр. Енді мен өзімде қазір машина бар ғой, міне, андай көлік бар, білесіздер, салоннан осындай машинам тұр, мынау енді бекер тұр да. Бұл бекер тұрғанша біреуге бұйырсын деп тұрмын, бір адам мінсін, ары бері деп жатырмын да. Сол үшін осы көлікті аламын деген болсаңыздар, егер жақсы көлік іздеп жүрген болсаңыздар, маған жазыңыздар. Жүріп тұр, ешқандай проблема жоқ, мініп кете саласыздар, болды. Енді бір вложениесі бірден сіз болып жатса, оны түсіріп берем. Сол вложениесінің ақшасын түсіріп сол жерде жасап берем, әдемілеп. А так ешқандай вложение жоқ, мен өзім айдап мініп жүрген көлік, өзім өз көлігіме сенімдімін. Так что жазып хабарласыңыздар, егер де Camry іздеген болсаңыздар, осындай бюджетный көлік іздеп жатқан болсаңыздар, хабарласыңыздар. Сол достар. Соны айта салайын деген, ассалаумағалейкум. Енді менің үйімнің бітуіне бір үлес қосып, осы көлікті сатып алсаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді. Достар, амандықты, саулықта жолығайық. Біз тойға шайын деп жатырмыз ағайын, бүгін той тағы да.